Қайырлы күн достар. Бүгін біз духовкада капуста қосылған пирожки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 мг сүт, жылы сүт қажет, және үстіне 150 грамм су қажет. Менде сүт пен судың температурасы бірдей. Үстіне 2 ас қасық қантымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Біздің қантымыз еруі қажет. Енді үстіне 1 ас қасық дрожжымызды салып 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Біздің опарамыз осылай дайын болады. Он 15 минут өткеннен кейін бетін ашып, опарамыз осылай көпіруі қажет. Үстіне 1 ас қасық тұзымызды, шемішкі майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Сіздерді алда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Енді үстіне ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Мен әбден қою болған жоқ, осылай қасықтың көмегімен араластырып тұрдым. Менде бұнда 400 грамдай ұн қостым. Қою болғанша қасықпен араластырып, арасына түйіршіктер қалып кетпеуін қадағалауымыз қажет. Бұл пирожки өте оңай және кез келген адамның қолынан шығады. Дәл осы менің рецепттеріммен жасап көруге кеңес беремін. Осындай қою болып қамыр қолға жабысып қалғанша илейміз. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Салмасына капустаны осылай ұсақтап турап алып, 4 бұрышты етіп тураймыз. Мен жарты капуста қостым. Осылай барлығын 4 бұрышты етіп турап алдым. Капустаның орнына картошка қосып істесеңіздер де болады. Яғни картошка менде бұл өте дәмді болып көрінеді. Маған әсіресе менің отбасыма капустамен істеген өте қатты ұнайды. Үстіне 1 сәбізді осылай терканы көмегімен өткізіп аламыз. Қызып тұрған майға әдемілеп қуырып аламыз. Чеснок, жуа қосып қуыруға да болады. Мен ештеңе қосқан жоқпын. Осылай екеуін қуырып, тұз бұрышын салып, 5 минутқа су құйып бұқтырып қойдым. Менде осындай салмасы дайын болды. Әбден суытып аламыз салмасын. Енді біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтеріліп тұр. Ұнның көмегімен кішкене бөлшектерге бөліп аламыз. Менде осыдан 30 дана пирожки дайын болды. Барлығын осындай бірдей қылып, көз мөлшерімен істедім мен. Дөңгелек формаға келтіріп, 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Кішкене ұн сеуіп, осылай барлығын әдемілеп дөңгелетіп аламыз.
15 минуттан кейін қамырымызды алып, жұқа етіп жайып аламыз. Мен ешқандай май қосқан жоқпын, осылай ұнның көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Үстіне 2 ас қасық салмамызды салып, жақсылап түйеміз. Мен осылай етіп түйіп шықтым. 3 бүріш етіп түйуге және басқа да қылып түйуге болады. Мен осылай жақсылап түйіп, формамызға салып, 10 минутқа бетін жауып қойдым. Барлығына 2 ас қасық салмадан салып отырдым. Сол кезде бізде пирожкилеріміз жақсы болып, әдемі болып көтеріледі. Салмасы неғұрлым көп салғандарыңыз дұрыс. Барлығын формамызға салып болғаннан кейін 10 минут бетін жауып қоямыз. 10 минуттан кейін бетіне бір жұмыртқамызды осылай жағып шығамыз. Күнжіт немесе мак себулеріңізге де болады. Мен күнжіт сеуіп шықтым. Немесе сеппе осылай пісірсеңіздер де өте әдемі болып шығады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан пештеріңізге қарай отырыңыздар. Капуста мен пирожкидің дәмі өте ерекше болып шығады. Осындай пирожкилер дайын болды. Өте жұмсақ, дәмі де ерекше болып шықты. Сіздермен болған Баян, назарларыңызға рахмет. Ас болсын.